соңғы видеоларда Бексұлтан Станислав Саламұлы Черчесов туралы шығарылымдар көп болды. Орнына кім келеді? Сол Қайрат Нұрдәулетовпен болған сұхбат подкастты көрдім, өте тамаша шықты. Күшті шықты, сол маған да сол жерде талқыладыңдар бұл жаңағы тақырыпты. Қазір енді сонда Бекасылмен болған оқиға болды. Оны да талқылап кеттік. Одан кейін Евгений Черданцев деген жігіттер ол да айтып, оны да талқылап кеттік. Енді мынандай бір қызық сұрақ қойыш, Бексұлтан, топ-5 лиганың матчтарын жүргізесіңдер, соларды талқылайсыңдар. Сол топ-лига 5 футбол, енді қазір бапкерлер көп қой. Бізде жаңа Спорт Пульс арнасында өзімізді болжап көрдік, армандап көрдік. Шетел бапкерлерінен Қазақстанға кім келе алады және Қазақстан футболын кім дамыта алады? Сен ойынша Черчесов кетсе, мысалға, орнына сол сен жүргізген, сен бақылаған топ-5 лига командалардың қайсы бапкері келіп Қазақстанды өзгерте алады? Өйткені бізде қараңыздаршы, Қазақстан футболын басқа маман, шетелден келген маман жаттықтыру керек деп бәрі айтады да, бірақ кім келу керек деп ешкім айтпайды. Біз енді топ чемпионаттарды бақылаймыз ғой. Топ-5 жұмыс істеген, істеп кеткен. Ол чемпионаттардан шыны керек, қазір жұмыс істеп жатқан, жұмыс істегенді де жалпы келу екіталай. Жоқ, ол біз білмейтін. Армандап көрейік. Армандап көрейін, мысалы Симеон Инзаги мысалы келуі мүмкін, Интердің бас жаттықтырушысы. Конте келсе де жалпы қарсы емеспін. Бізге сол қорғаныс арқылы ойнайтын, енді үш қорғаушымен де ойнай алатын бапкерлер қажет. Сендер армандап жатсыңдар, иә? Иә, бұл арман, иә, бұл. Ал негізі менің ойымша сол алыс шетелден бапкер тарту керек деп ойлаймын. Ойлайсың, иә? Иә, өйткені менталитет мүлде басқа ол жерде. Блат сват деген жоқ. Иә, ондай жоқ. Бірақ желаниясы бар бапкерді алу керек та. Мысалы, бұрын өз жасарын жасап кеткен, жай ғана ақша үшін келген бапкер емес, өзін дәлелдегісі келетін, енді шығып жатқан, жалпы жақсы футболды қоя алатын бапкер керек. Мысалға, Грузия елінің бас жаттықтырушысы Велисаньоль, жалақысы 300 мың евро. Енді ол соншама көп емес, бірақ Грузияны евроға шығарды, өте тамаша футбол өрнегін қойып берді. Әлімжан, сенің ойынша кім біздің футболшылардың деңгейін біріншіден, екіншіден жаңағы нәтижені көтере алады? Мысалы, қазір бір 2 жыл бұрын бізден Қазақстан ұлттық құрамасын кім баптай алады, немесе Грузияны кім баптай алады дегенде Саньол ойымызға келмейтін еді ғой. Грузия футбол федерациясы оны тапты. Оған қоса мен Грузиядағы әріптестерім, Сетанта Спортс Грузияның арнасы ғой, көп араластым. Осы Евро кезінде барып келдім Тбилисиге, жалпы сұрадым, не болып жатыр өзі деп. Сөйтіп едім, олар негізі бұл сәйкестік болып қалды, кездейсоқ біз оны тауып қалдық деген сияқты. Жалпы көп мәселелер болды, ұзақ болып кетеді Грузия футболы жайлы айту. Дегенмен олар сол таба алды да. Бізде Қазақстан футбол федерациясы жұмыс істеп тауып беру керек. Оны біз айтпауымыз керек. Олар біз білмейтін адам тауып беру керек сияқты. Мысалы, Дезерби сияқтыларды бір Постекоглу да айтшы мысалы. Иә, мысалы, Анш Постекоглу Тоттенхэм тапты ғой. Ол кезде біз Австралия ұлттық құрамасының бапкерін Арне Слот мысалы ешкім білген жоқ, иә? Жүрген. Білді ғой, бірақ енді жаңағы Ливерпульға келгеннен кейін оның дәрежесі өсіп кетті ғой. Иә, сондықтан жалпы Еуропадан адамдар табылады деп ойлаймын мен. Бірақ Черчесов жайлы біраз кейіннен тоқталып кетсек па деп ойлап отырмын мен. Мархабат. Алматыда болған мәселе ғой, ол біздің көз алдымызда болған мәселе, сондықтан жалпы біз айтуға тиіспіз. Осындай жағдай болып жатқан кезде біз Еуропа футболын талқылаймыз деп үнсіз отырсақ, ол да бір көрермен алдында кішкене сатқындық болады. Біз неге қазақ футболы, қазақ контенті деп шырылдап жүріп, дәл осы қазақ тіліне мәселе болған кезде үндемей қалсақ, бұл дұрыс емес. Мысалы, сол тілдің арқасында осы жұмыс істеп жүрген жоқпыз ба? Енді тек алуымызды алып қана қоймай, айтатын кезде үндемей қалғанымыз жөн болмайды. Біраз айтатын мәселе бар сияқты. Енді жағдай мынадай. Кезінде Магомед Адиев сұхбат берген кезде мынадай тіл мәселесі, қазақ тіліне қатысты әңгімелер қозғалмайтын еді ғой. Неге сендер Черчесовтен қазақ тілін талап етесіңдер деген көп пікір айтылып жатыр. Оның барлығы қате пікір. Себебі біз Черчесовтен ешқандай қазақ тілін талап етіп отырған жоқпыз. Ол өзі айтты, қазақ тілін үйренем деп. Журналистер барып, сен қазақ тілін үйрен деген сияқты, немесе бір сырттан қысым болған жоқ. Ол өзі айтты, қазақ тілін үйренем деп. Черчесовтен біз тіл сұрап жатқан жоқпыз. Біз тілге деген құрмет сұрап жатырмыз, иә. Бұрында да Адиевтің кезінде сұхбаттар немесе пресс-конференция кезінде сұрақтар қазақша қойыла беретін. Оған орысша аударып беретінде ешқандай мәселе болмайтын. Мына жақта пресс-конференция елдің ойынша, пресс-конференцияда болмаған адамдардың ойынша, бүйтіп біз бір жақта тұрып алып, сол Черчесовті әдейі басу үшін тек қазақша сұрақтар қойып, қиыннан қиыстырып отырған сияқты көрінуі мүмкін. Ол жерде ондай емес. Мысалы, соңғы Бекасыл болған, мен болған пресс-конференцияда бірінші сұрақ қазақша қойылды. Черчесов тағы тұрып, я вас понял, я все понимаю, мне переводчик не нужен деді.
басқа сұраққа жауап беріп кетті. Ана жерде неге есеп 0-1 кезінде сіздер қорғанысты күшейтудің орнына жартылай қорғаушылар немесе қапталдағы қорғаушыларды ғана шығардыңыз деген. Шабуылды күшейтудің орнына қорғанысты күшейтіп қапталдағы қорғаушылардың барлығын қорғанысқа қойып қойдыңыз деген сұрақ журналист қойды. Мен ол кісіні танымаймын, бірақ сұрақты әдемі қойды. Бірінші сұрақ сөйтіп Черчесов: я вас понял, мне переводчик не нужен, давайте говорить о тех, кто был на поле, о тех, кто не был на поле, я не буду говорить дейді. Сосын журналист айтты: сіз менің сұрағымды түсінбедіңіз, аударып берсін сізге. Отыр ғой, аудармашы отыр ана жерде, Мұратбек әдемі аударып беріп отыр. Аудармашы болмады деген әңгіме, ол да өтірік. Сол жерде қазақша бір сұрақ қойды, кішкене кикілжің болып қалды. Одан кейін сұрақтардың барлығы орыс тілді журналистер орысша қойып отырды. Кезек Бекасылға келген кезде Аман ағаның баласы орысша сұрақ қойып тұрса, ол дұрыс емес қой. Енді керісінше ол мысалы орысша білмейтін де шығар, мен білмеймін, ол Бекасылмен ешқашан орысша сөйлесіп көрген жоқпын, бірақ өте ақылды жігіт, білімді жігіт, бәлкім орыс тілінде, ағылшын тілінде, француз тілінде білетін шығар. Ол сұрақты қазақша қойды. Егер ол сұрақты орысша қойса, тыныш өтіп кететін еді. Сол қазақша қойғаннан кейін қайтадан басталды: ты на французском разговариваешь деген сияқты. Сосын ты на французском разговариваешь деген маған негізі шыны керек қатты бір намысыма тиген жоқ. Себебі бір әзілдеген түсіндің ғой. Ол жерде тупой әзіл болды, өтпей қалды. Өзі де не істеп қалды, андай что-то өтпей қалды, мынау менің әзілім деген сияқты. Сәл қисынсыз сөйлеп қойды. Бірақ ана жер ұнамады маған: что-то долго ты задаешь вопрос, ты уже сам ответил на свой вопрос деген сияқты. Енді мәселе тоқ етері, менде мысалы орыс тіліне немесе орыс тілде сөйлейтін адамдарға бір негатив жоқ. Өзімде егер мен сөйлейтін адам қазақша білмесе, барынша ол білетін тілде сөйлесуге тырысамын. Егер ол орысша сөйлесе орысша, ағылшынша сөйлесе ағылшынша сөйлесуге тырысамын. Бірақ адам жай ғана сыйластық танытса екен дедім да. Ол жерде бәрібір ол болмайтын, өтпейтін әзілдер айтып отыр. Оданша сол үндемей қоя салып, қазақша сұрақ қойып, қазақ тілінен орысшаға аударып берсе, сол конференция бір 5-ақ минутқа ұзақ созылады. Болмайтын бір анекдот айтқанша соған уақыт жұмсауға болатын еді. Сондықтан мен жалпы әріптестеріме енді Черчесовке қазақша сұрақ қояйық, тек қай тілді журналист болсақ та қазақша сөйлесейік деп үндеу айтқаным, ол жерде мен Черчесовті басу емес, құлағы қазақ тіліне үйрене берсін дегеннен ғана шығып отыр да. Ол қазақ тіліне сыйластық танытып отырса, немесе келіп жігіттер маған орысша сұрақ қойыңдаршы, мына жерде аудармашы қате аударып қоюы мүмкін, немесе арамызға делдал керек емес, тікелей сіздердің сұрағыңызды түсінуім мүмкін, мен қазақ тіліне деген ешқандай қарсы пікірім жоқ деп айтса, бізде қатты қасарысып отырмайтын едік. Бірақ Нұрсұлтан Құрманмен бір әңгіме болды, екінші әңгіме мынау болды, көп болып кетті. Негізі кәдімгідей болмайтын жерде бір әзіл айтамын деп сол тілге тиіп кетіп жатыр да. Сол әзілден кейін біздің әріптестеріміз ресейлік Григорий Черданцев, Константин Генич өздерінің енді әлеуметтік желілерінде бізге бір енді тиетін өте көптеген жазбалар қалдырды. Оны мына жерге қазір қоямыз, скриндап. Енді Костя, мен сен дос демей қойын енді. Жоқ, досым деп айта берген. Досым деп айта қойық, бір проектте жұмыс істедіңдер. Сол кезде енді бүкіл қазақ журналистері телеграмдарда соны жазып жатқан кезде мен байқағаным, сен нейтралды позицияда болдың. Неге деген сұрақ. Нейтралды позицияда болдым деп айта алмаймын. Біз Константин Геничтің айтқаны шығардық, сосын Виктор Кириллюктің айтқаны шығардық. Айыптауға тырыспадың деген секілді. Айыптауға емес, енді оған жауап беруге тырыспадың ғой, мынандай бір жесткий формада. Өйткені біздеміз Қасымжан Мұқатаев, Виктор Кириллюктар, олар өздері жауап берді. Телеграмға мен де комментарийға біз де жаздық, болмайды олай, араласпа деген. Ал сенен ондай бір не болған жоқ та, кәдімгідей. Бұл түсіндіресің бе, не үшін, қалай? Ол сәл ұзақтау онда түсіндіру. Біріншіден, бұл мәселені біз ұзақ талқыладық. Бекасылмен де видео түсірдік, Черчесовке арнайы 2 видео түсірдік, сосын Черданцевтің айтқаны шығардық. Одан кейін бір апта өткеннен кейін бе Генич қайтадан қате пікірін білдірді де, сосын маған негізі бұл тақырыпты қайта қозғай беру бір өзіме кір киім киіп жатқан сияқты әсер береді. Мен одан бір жуынып тазарғым келеді, бұл тақырыптан алшақ болғым келеді. Сосын біз Черданцевтің айтқанын қазақшаға аударып, Геничтің айтқанын қазақшаға аударып шығардық, Константин Геничтің. Одан кейін Виктор Кириллюктің пікірін шығардық. Енді мен өзімнің пікірімді білдіруге жазба қалдыратын кезде Константин кешірім сұраған комментарий қалдырды. Енді кешірім сұрап тұрған адамның үстінен мен одан кіші бола тұра, оның досы бола тұра, құраласатын адам бола тұра, тағы да сенікі дұрыс емес деп жазудан мен аулақ болдым. Ол өзі кешірім сұрады, бұдан артық не керек маған, енді ол аяғыма келіп жығылмайды, дұрыс па, ол айтуын айтты. Бірақ енді Константиннің бұл пікірі өте қате болды.